Иә, аз ғана уақыттың ішінде бірге таңдаймыз бағдарламасының тұрақты өз көрермені қалыптасты. Оған дәлел күн сайын бізге 5000-нан астам көрермен қоңырау шалып, 2000-да СМС хаттар келіп түседі. Оның ішінде 3000-нан астам көрермен пайдалы кеңесімен бөлісіп жатса, әрбір 2 минут сайын кемі 200 шақты адам тұрмысқа қажетті мәселелер бойынша кеңес сұрап хабарласады. Ең кереметі, біздің көрермендеріміз бірге таңдаймыздан үйренген дүниелермен бөлісуді де ұмытпайды. Күн сайын кемі 100 шақты көрерменнен фотолар келіп түседі. Сонымен қатар қарапайым ғана дүниелерді тұрмысқа тиімді қолдану тәсілдерінде сіз тек бірге таңдаймыздан ғана біле аласыз. Солардың бір қатарын қазір мен сіздерге көрсеткім келіп тұр. Ең бірінші әдіс. Міне, құрметті көрермендер, көріп алсаңыздар болады, үйреніп алсаңыздар да болады. Кәдімгі күнделікті біздің жақсы көретін, шайға қосып ішетін сүтіміз. Әдетте қораптағы сүтті ыдысқа құйғанда, ол кәдімгі жан-жаққа шашырап төгіліп кетіп жатады. Әлде болмаса сусын, шырын деген сияқты. Енді оны шашырап кетпес үшін, жан-жағына төгіліп кетпес үшін не істейміз, қалай құямыз? Міне, кәдімгідей қарапайым мына бір бөтелкені, мына бір қораптағы сусынды төменгі жағынан былай емес, былайынан құямыз. Міне, өздеріңіз көріп отырсыздар. Құрметті көрермендер, қараңыздар, сонда ол шашырамайды, жан-жаққа төгілмейді екен. Тура кәдімгідей өзіңіздің стаканыңызға, ыдысыңызға құйып алсаңыздар болады. Яғни сіз ол қорапты былай ұстап тұрсаңыз, сіздің қорабыңыздағы сусын, әлде сүтіңіз жан-жағына шашырап төгіліп кетуі мүмкін. Сондықтан жаңа жылдың қарсаңында бірнеше сусындар құйылып жатады. Осыған да ескеріп мән беріп жүрсеңіздер болады. Екінші әдіс, сатып алған ағаш тақтай кейде түзу болмай шығады. Жерге қойғанда қозғалып, жұмыс жасауға ыңғайсыздық туғызады. Міне, кәдімгідей мұндай кезде бізге мынадай қарапайым, өздеріңіз білетіндей, барлығымыз білетін қарапайым резеңке. Міне, кәдімгідей қарапайым резеңкені аласыз да, мына бір екі тақтайдың екі жағына былайнан қыстырып қоясыз. Яғни былайнан деп, мына жағынан және екінші жағынан оны байлаймыз. Оп-оңай, қараңыздаршы. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, осыны қойып қойдық. Міне, енді қараңыздар. Құрметті көрермендер, кәдімгідей тамақ тураған кезде, міне, көріп тұрсыздар ма, мен кәдімгідей бұл тақтайды бейт қозғап тұрмын. Шынымен де мынау астында резеңке болғаннан кейін, ол үстелдің үстіндегі резеңке жабысатта, мына тақтайды қозғалуға мұрша бермейді екен. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай. Екінші тақтайды көрейік, ол міне мынадай. Екінші тақтаймыз. Ал енді оны тағы да осындай резинкені екі жақтан былайынан ұстатып қоямыз. Және тамақ жасаған кезде, тураған кезде тез-тез турауға мүмкіндік береді. Бұл біздің екінші әдісіміз. Міне, көріп отырғандай тамаша. Көрдіңіздер ме, құрметті көрермендер? Бұны да пайдалансаңыздар болады. Қандай керемет, иә? Енді біздің үшінші әдіс. Сондай-ақ осы резеңкелердің көмегімен мынадай қаңылтыр қақпақтарды ашу өте ыңғайлы. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыз ба? Менің есімім Айнұр болады. Мен сіздердің тұрақты көрерменімін, сіздердің бағдарламаларыңыз. Жаңа жыл құтты болсын. Мереке құтты болсын. Құтты болсын. Жылдан жылға аманетте жете берейік. Құт береке әкелсін, бейбітшілік болсын. Рахмет үлкен. Сіздердің жылдарыңызға творчестволық табыс тілеймін, денсаулық тілеймін. Енді сіздердің студияларыңыз әдемі болып кетті, Нұрбегүл. Менде бір қоятын сұрағым, мына доска дейміз ғой, соны жаңағы ойыштарды тураған кезде пышақтың ізі қалады ғой, соны қалай кетіруге болады? Дақтарды дедіңіз ғой, қалған іздерді кәдімгідей лимон шырыны бар ғой, солмен кетірсеңіз болады. Ол осыдан біздің бағдарламамызда айтып өткен болатынбыз. Сонда пайдалансаңыз көмектесетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сіздің де қолыңыздан келеді. Енді хабарласқаныңызға көп рахмет, алғысымыз шексіз. Енді үшінші әдісімізге көшейік.
Міне, кәдімгідей резинкелердің көмегімен мынадай қаңылтыр қақпақтарды ашу өте оңай, ыңғайлы. Міне, байқап көрейік. Кәдімгідей мынадай резинкемен көп нәрсені жасауға болады екен. Қарап отырсаңыз, міне банкамыздың міне осындай ашуға қиын болып жатады ғой. Сол кезде мына резинкені осының мына банк бетіндегі қақпақтың астына ғана жабыстырып осылайнан жақындатып, айналдырып бұлайнан кигізіп қойсаңыз, сонда сіздің банкаңыз қиналмай тез ашылатын болады. Бұл резинке кәдімгідей мына қақпаққа көмектесетін болады. Сондықтан бұны да тамаша. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай үшінші біздің әдісті де қолдансаңыздар болады. Құрметті көрермендер, және де төртінші әдісіміз дәрігерлер ұсынған кеңес. Оны да қазір көрейік. Мына жаққа жүрейік, құрметті көрермендер. Аязды күндері аяғыңыз тоңып қалмасы үшін мынандай шұлықтың ішіне қызыл бұрыш салып киіп алыңыз. Қараңыздар, тамаша. Кәдімгідей қызыл бұрышты барлығымыз білеміз ғой, өте ащы, бір кішкентайын ғана жеген кезде енді қып-қызыл болып, өзіңіз теріңіз шығып сөйтіп кетуі мүмкін. Ал енді мына бір қызыл бұрышты осылайнан шұлықтың ішіне аяздың кезінде бүйтесіз да, бұлайнан астына салып қоясыз. Болмаса турап салуға да болады. Сөйтіп салып қоясыз, ол жаңағы ашылығы сіздің аяғыңыздың терісіне барып тиетті жаңағыдай. Сонда ол қыздырып, қысты күні аязды, боранды күндері тоңдырмайтын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте тамаша керекті әдіс екен. Біздің байланыс нөміріміз 55-37-76. Біз сіздерді күтеміз. Хабарласыңыздар. Жаңа жыл мерекесі құтты болсын. 6-шы кеңесімізге көшетін болсақ, кәдімгідей қыста киетін қарапайым аяқ киім. Ол көк тайғақта тайғанамас үшін, және де құлап қалмас үшін оп-оңай. Міне, кәдімгідей ағаш жонуға арналған наждак деп айтып жатады ғой. Соны алып аламыз. Кәдімгідей, сосын скотч. Ол скотчты, міне кәдімгідей екі жағы да осы жабысатын скотчты былай жабыстырамыз. Сосын бар болғаны өткенде осы біздің көрерменіміз Қайрат Байекенов осындай бір әдемі тәсілді көрсеткен болатын. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, сол скотчпен аяқ киімімізге тамаша қылып былай жабыстырып қоямыз. Енді аяқ киіміміз құрғақ болу керек, сондықтан міне өздеріңіз көріп отырғандай осылай қылып жабыстырып қоямыз. Сол кезде сонда аяқ киіміміз тайғанамайтын болады, және де мұзда кәдімгідей тайғанап құлап кетпейтін боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлематсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Ханым, саламатсыздар ма? Жаңа жыл құтты болсын. Иә, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздердің еңбектеріңізге табыс тілеймін. Мен Атырау облысынан звондап тұрмын сіздерге. Жаңа жыл жаңа бақыт әкелсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет. Енді бүгінгі сіздердің жасап отырған әдістеріңізге мен өзімнің әдісімді қоссам болады ма екен? Әрине болады, біз сізді тыңдап тұрмыз мұқият. Иә, аяқ киімнің асты таймау үшін, жаңағы аяқ киімнің астын мұқият құрғатып сүртіп алып, жаңағы лейкопластырды молдау етіп жабыстыруға болатын сияқты. Мен сондай әдісті пайдаланамын өзім. Көмектесіп жатады ма әпке? Иә. Тамаша әдіс екен. Кәдімгідей лейкопластыр дедіңіз ғой, иә? Лейкопластырды қалыңдау етіп жабыстырып, аяқ киімнің астын бірінші қатты құрғатып сүртіп алып, сосын жаңа лейкопластырды жабыстырсаңыз болады. Көп рахмет, алғысымыз шексіз. Иә, бізде өткенде бағдарламамызда оны көрсеткен болатын. Кәдімгідей біздің көрермендеріміз, қонағымыз келіп, жаңағы жасап кеткен болатын. Көп рахмет, сізде енді білгеніңізбен бөлісіп жатырсыз ғой. Яғни жаңа жылда барлығымыз билейміз, сыртқа шығып қуанамыз. Мұз деген тайғанақ болуы мүмкін, сонда аяқ киіміңіздің астына лейкопластыр, әпкеміз айтқан сияқты, жаңағыдай осы наждакты жабыстырып қойсаңыз, уайымдамай, қорықпай, билеп жүруіңізге болады. Кеңес бізден, таңдау сізден. 55-37-76 байланыс нөміріміз, хабарласып, тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Сондай